Әйелдер алдағы 5 жылда зейнетке 61 жастан бастап шығады. Бүгін сенаторлар зейнет жасын ұзартуды тоқтататын заңды қабылдап президентке жолдады. Құжатқа сәйкес келесі жылдан бастап әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру 2028 жылға дейін тоқтатылған. Заң нормалары тағы қандай жаңашылдықпен толықты. Астаналық әріптесім Айғаным Достанбай жалғастырсын. Зейнет жасын төмендету мәселесі талайдан бері қоғамның қызу талқысынан түскен емес. Әйелдер қауымы бейнетінің зейнетін 58 жастан бастап көруді талап етіп келгенімен, бұл тақырып төңірегіндегі таласқа әзірге нүкте қойылатын түрі бар. Бүгін сенаторлар мақұлдаған құжатқа сәйкес әйелдердің зейнетке шығу жасы 2023-тен 2028 жылға дейін 61 жас болып бекітілді. Яғни 5 жыл бойы не өспейді, не кемімейді деген сөз. Мемлекет басшысының биылғы 1-ші қыркүйектегі Қазақстан халқына арнаған жолдауын іске асыру үшін заң жобасы шеңберінде әлеуметтік блокты шешетін төмендегідей түзетулер енгізілді. Бала күтіміне байланысты жәрдемақы бала 1,5 жасқа дейін жеткенше төлеу. Әйелдердің зейнетке шығу жасын 28 жылға дейін 61 жас деп бекіту. Үкімет әйелдердің зейнет жасына келгенде әуелгі ұстанымдарынан тайған емес, өйткені 58 жасқа төмендету мемлекет қазынасына едәуір салмақ түсіреді деп санайды. Енді 2028 жылға дейінгі мораторийді пайдаланып, зейнетақы жүйесін жетілдірумен айналысамыз деп отыр жауаптылар. Қазіргі экономикалық өзгерістер түрлі дағдарыс кезеңінде біздің елімізге бір тұрақтылыққа үміт сыйлайтын шешімдер қажет болып тұр. 61 жастан бастап зейнетке шығу жасын барынша зейнетақы қоры көтере алады деп айта аламыз. Тіпті зейнетақы қорының өзіндегі түсіп инвестициялық табыс 2014 жылдан бастап 6,4 миллиард триллион теңге табыс әкелген. Сенат мақұлдаған келесі құжат бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімін 1,5 жасқа дейін ұлғайту. Сонымен қатар жастар санатына өтетін азаматтардың жасы бұрынғыдай 29 емес, 35 жасқа дейін ұзартылған. Осылайша бір күнде жастардың саны елімізде 6 миллионнан асып шыға келді. Бұл не береді? Бұл көп жастар бізде 29-дан 30-ға толған 30-дан асқан жастар тұрғын үй бағдарламаларына қатыса алмайтын тұғын. Баспана мәселесі өте өзекті жастар үшін. Сондықтан да енді 35 жастың аралығында осы көптеген тұрғын үй бағдарламасы, басқа да әлеуметтік бағдарламаларға, мемлекеттік үлкен бағдарламаларға қатысуға мүмкіндік алады. Заң жобасын талқылау кезінде депутаттар көші-қон саясатының тиімділігін қайта қарауды ұсынды. Елге шетелдік мамандарды тартуда Қанатбек Сафиновтың көңілінен шықпайтын тұстары бар екен. Оның сөзінше шетелден келетін жастарға министрлік тым қонақжайлық танытып отыр, кейін зардабын тартып отырмаса игі. Көршілес елдердегі оқиғаларға байланысты салыстырмалы түрде тыныш қана Қазақстанға көшуге ниеттілер көп. Әсіресе тұрғылықты мәртебеге ие болғысы келетіндер басым. Бұл мәртебеге көптеген елдерде қол жеткізу қиын. Тек инвестициясы барлар ғана осындай мүмкіндікке ие бола алады. Мәселен, Португалияда тұрақты тұруға арналған инвестиция шегі 45 миллион еуро. Кипрде 300 мың еуро. Ал бізде министрлік тізіміндегі мамандық иесі болсаң жеткілікті. Сөйтіп сенаторлар заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Енді президент қол қойғаннан кейін қабылдаған өзгерістер жаңа жылдан бастап күшіне енеді. Ал жаңа нормалардың қандай жолмен жүзеге асатынын механизмдер дайын болғаннан кейін жариялаймыз деп отыр шенеуніктер. Айғаным Достанбай, Асылхан Самембетов, КТК, Астанадан.